Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Бүгін бізде қонақта мемлекет және қоғам қайраткері, Қарағай ауданы, Бейнеу ауданы, Жаңаөзен қаласы, Мұнайлы ауданының және Маңғыстау облысының құрметті азаматы, Парасат орденінің иегері Қайролла Жеткізгенұлы Ережепов ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Біздің бүгінгі студияға келіп сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет айтамыз сізге. Рахмет. Көңіл күйіңіз, денсаулығыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Шүкір. Өте тамаша. Ендеше аға, сұхбатымызды бастайық. Енді сіз Қайроллаға мына еліміздегі кешегі кеңес үкіметінен бастап, тәуелсіздік алған жылдардан бастап көптеген тарихи оқиғалардың, еліміздегі саяси тарихи оқиғалардың тірі куәсісіз, көз алдымызда жүрген. Енді сұхбатымызды өзіңізден бастасақ, өзіңіздің жалпы туған жеріңізден, қысқаша өмірдереңізден бастасақ. Мен енді осы Маңғыстаудың жергілікті қазағымын. Туған жерім мына Шетпенің қасында Ниязбұлақ дейтін жерден туғанмын. Ол уақытта мына қазіргі Шетпе жоқ, колхоз, жаңа жол дейтін болды, жаңа жол колхоздан. Документте Жыңғылыда туылды деп жазылыппын. Ол ғана кейін бір куәлік алған уақытында сондай ығысып кетіпті. Маңғыстаудың қазағымын, 11-ші класс мектеп бітіргеннен кейін оқуға түсіп кеттік. 11 жылдық мектепті, 6 мектепте оқыдым. Әкемнің қызметіне байланысты осы Маңғыстаудың ішінде бармаған жеріміз жоқ. Ең ақырында Самның құмынан бері шықтық. Институт бітіріп келгеннен кейін сол мұнай газ ұңғысының бұрғышысы дейтін мамандық бойынша бітіріп келіп, сол Жетібайда қызметімді бастадым, мұнай газ барлау экспедициясында. Сонда жүргенден қоғамдық жұмысқа ол уақытта белсене араластық. Сол қоғамдық жұмыстың нәтижесінде мені тездетіп партияға алып, одан аудандық комсомол комитетінің секретарынан бір шығарды. Ол уақытта аудан өзен ауданы, қала емес. Содан кейінгі жұмыстарымның көбі сол комсомол партия советпенен 2004 жылға дейін солай болды. Сосын 2004-те зейнеткерлікке шығардан алдында ғана өзімнің мамандығыма қайтып оралдым баяғы. Мұнай газ саласына. Енді бұл орайда сіздің Ленин атындағы Қазақ политехникалық институт қабырғасындағы спорттық жетістіктеріңізді де айтып өткеніңіз дұрыс шығар. Самбо туралы. Енді институтта жүргенде сол самбо күресімен айналысып, соның нәтижесінде мына жылда өндірістік практикаға Жетібайға келеміз. Сосын сол жерде жаңағы жастарға танылып, оқу бітіріп келгеннен кейін қоғамдық негізде тренер болып, сол жастарға секция ашып, самбо секциясын ашып, жастардың арасында сөйтіп бедел алуыма, одан жаңағы аудандық комсомол ұйымдарының көзіне түсіп жүргенімде сол спорт самбоның арқасы. Сіз енді самбодан спорт шеберіне кандидат болдыңыз ғой, енді жетістіңіз. Спорттағы. Өте жақсы. Ал ендіға жалпы сол жаңа енді қызмет жолыңыз, сол мына комсомолдан бастап көптеген басшылық қызметтерді атқардыңыз ғой, соған тоқталсақ. Енді жаңа өзен ауданы дедім, ол уақытта Өрепке қараймыз. Өреп, қазіргі Атырау Өреп болды. Өзен ауданына сол өзен, ескі өзен ар жағындағы бұрынғы геолог разведчиктердің елді мекені. Мұна Жетібай, Мұнайшы, сосын осы біздің мұна станция Маңғышлақтың темір жолдың арғы беті. Сосын мұна қазіргі құрық болақты Ералиев ауданын деп аталды, Ералиев поселкесі деп аталды.
солар қарады Өзен ауданына. Соны 73 жылы облыс құрылған уақытында оның барлығы сосын бірнеше аудандарға бөлініп кетті де Өзен енді облысқа тікелей бағынатын қала болды. Моноқала. Себебі енді Өзен 68 жылы құрылды ғой. Сол 73 жылы ол уже 5 жыл болған. Едәуір халқы бар қалаға айналды. Сосын енді облыс құрылғаннан кейін енді облыстың басшылары тағайындалды. Соның ішінде Камалетдинов Заказчик Алматыдағы комсомолдың орталық комитетінің бірінші хатшысы келіп осы жерде ұйымдастыру комитетін құрып, соны жаңағы 4 адамнан обком комсомолдың хатшылары мені сол ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі қылып отырғызып кетті. Ар жағында өзі бар болғаны 11 ай комсомолда жұмыс жасаған адам. Сөйтіп облыстан бір шықтық, осында олақта Шевченко келіп. Ал партиялық қызметке қалай келдіңіз? Сосын содан облыстық комсомол комитетінде ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі болып жүргенімде 75 жылы 28 жасқа шығып, ондан кейін 10 күннен кейін қалалық партия комитетіне ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі болып алды. Ол уақытта Савченко Владимир Георгиевич дейтін бірінші хатшы болды. Оған ағымақ болғанымды қайдан білейін, сол сөйтіп. Енді халық ол уақытта 90% басқа ұлттың өкілдері бұл қалада. Барлық әңгіменің бәрі орыс тілінде. Біздің де орысшамыздың ол уақытта кішкене бірер қайнау ішінде уақыт. Жаңағыдай, енді мен ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі болғаннан кейін барлық бастауыш партия ұйымы, олардың хатшылары маған қарайды. Бәрі де келең жаңа басқа ұлттың өкілдері, солармен сол тіл табысып жұмыс жасап кетуге тура келді. Ендағы осы орайда жаңадан құрылған Мұнайлы ауданының бірінші хатшылық қызметіне қалай келдіңіз? Бұл жерде біздің енді облысымыздың жалпы экономиканың күретамыры мұнай кен орындары, Алпауыт, Қаламқас кен орны, Қаражанбас кен орнымен тығыз жұмыс жасадыңыз. Әлеуметтік жағдайын көтеру бағытында көптеген қызметтер еттіңіз. Соған тоқтала өтсеңіз. Ол мұнайлыға мен оңайлықпен бара қойғаным жоқ. Мен жаңағы осы Шевченко қалалық партия комитетінде ұйымдастыру бөлімінен кейін екінші хатшы болып қызмет жасадым. Екінші хатшы бүкіл өндіріс, құрылыс, транспорт, байланыс жұмыстарының бәрі маған қарады. Сол уақытта жаңағы Қаражанбас Қаламқаста қазылып, егеріп бастаған уақыты, оны уақытта Мұнайлы ауданы жоқ, сол кен орындар маған қарады. Бұл 80-ші жылдардан Бұл 80-ші жылдар, 80, 81, 82-нің басы. Ал ауданды Мұнайлы ауданы 80-ші жылдың қараша айында құрылды. Соған дейін сол жаңағы Бозашы кен орнының үш жерде Шевченкоде отырып, ол уақытта әлі асфальт жолда жоқ. Сол барып, соған жаңағы куратор болған мен едім. Содан айтор 80-ші жылы Тергеу Айдарханов ағамыз бастап Мұнайлы ауданына құрылып, соған Бозашыдан құтылдым. Да 82-ші жылы Москваға оқуға кеттім 2 жыл қоғамдық ғылымдар академиясына. Содан бітіріп келгенімнен кейін сол Мұнайлы ауданының жаңағы атқару, аудандық кеңес атқару комитетінің төрағасы болып қызмет жасадым. Сон Тергеу ағамыз ол уақытта, ол да жаңағы академияға кетіп, ол уақытта Алшынбаев Зейнолла бірінші хатшы еді. 85-ші жылы ол обкомға хатшы болып кетті де, содан барып мен жаңағы Мұнайлының бірінші хатшысы болып сайландым. Ол уақытта мына кен орындардағы жағдай қалай еді аға? Кен орындағы жағдайлар енді Краснодардан келіп, біріншіден ұшақпен келіп жұмыс жасады. көбі
600'дің үстінде адам ұшып келетін теңіздің арғы бетінен. Грознойдан, Орджоникидзеден, тағы Краснодардан, Қаражанбаста мына Ту-134 Ан-24 самолеттері қоналатын аэропорт бар. Оларды қабылдайтын нелер бар. Содан ұшып келетін адамдар. Ал жергілікті жердің адамдарын алмайды. Алмайтыны жаңағы бұл уақытта прописка дейтін тәртіп қатты. Сен ауылдың адамысың, Шевченконың пропискасында жоқсың, ал жаңағы мекемелер Шевченкоде. Деп ауылдан ешқандай адамды алмайды. Ал аналарды үкіметтің қаулысыменен арнайы жаңағы вақтылық метод деп алып келеді. Сондай жағдай болды. Ал ауылдың адамдары осындай қиын жағдайда жүрген, кейін біз Мұнайлы ауданында жүргенде сосын халықтың жағдайын көріп жүрміз, араласып жүрміз, күнде бізге келеді, жұмысқа кірейік деп едік. Соған не керек, облысқа ұсыныспен шықтық. Біз мына қарайған адамымыз бар, ел, халқымыз бар. Осыларды, ұшып келетіндерді азайтайық. Тіпті соларды кейін қайтарайық, мына жергілікті алайық деп. Соған бір жазда 86 жылы 600 жаңағы ұшып келетін адамды қайтардық. Ол қарсылық болған жоқ па, қандай да бір? Ол енді ұшып келетін адамдардың ондай қарсылық жасауға қақы жоқ па, басқа мемлекеттің адамдары? Билік тарапынан мысалға. Жоқ, біздің облыс қолдап, солардың қолдауымен жасадық қой енді. Сосын жаңағы мына партияда бар адамдар, мен ол уақытта ауданның бірінші хатшысымын. Міндетті түрде олар кететін уақытында менің алдымнан өтеді, учеттан шығатын уақытта. Сонда ішінде бір пенсионер ақсақал айтты: молодой человек, сен мұны дұрыс жасап жатырсың. Біздер пенсия табу үшін келген адамбыз. Сенің мына жерде халқының жағдайы, кинорының жағдайында шаруамыз жоқ қой. Сен дұрыс жасап жатсың. Уақытша жүрген адамдармыз. Уақытша жүрген адамдармыз деп. Ал енді жаңағы пысықайлар, олар келіп көрерміз. Ертең мына кинорынан не қалған, сенің ана қойшыларың, адамдарың, олардың не қарық қылатын, жақсы көрерміз деп соған алдық. Одан Қаражанбас Қаламқас құлап қалған жоқ. Сіз өзіңіздің мемуарлық кітабыңызда жазасыз ғой, мына Қаламқас пен Қаражанбастың мына мұнай өндіру бағытында енді ерекшеліктер бар ғой, оны барлық мұнайшылар біледі. Қаражанбас мұнайының сол жаңа қою мұнай екендігі, оны буымен ерітіп шығаратындығы туралы, оның жаңағы экспериментті өндіріс ретінде Краснодарға қарап тұрды ғой Қаражанбас. Бұл уақытта бүкіл одақтық мұнай министрлігінде арнайы бір үлкен бөлімі болды. Орысша МНТК деп атадында, межотрасловой научно-технический комплекс по отработке термических методов добычи дейтін. Ал соның сосын бас офис Краснодарда болды. Соған біздің Қаражанбасымыз Краснодарға қарады. Тіке қарап тұрды. Тіке қарап тұрды. Олардан сол жаңағы самолеттермен артынып тартынып келет бастықтары. Осы жерде кездесеміз. Жапсарды айтамыз. Ол тіпті халықтың әлеуметтік жағдайына дейін солар ғана өзінің енді Қаражанбасқа жауап береді. Қаламқасқа енді мына жерде Маңғыстау мұнай-газ. Ал енді жаңағы Қаражанбастың мұнайының өндіру Қаламқастан мүлде бөлек. Бұнда жаңағы жер қойнауына ыстық бу жіберу методы бірінші. Екінші, сосын одан бұрын жаңағы жер қабатын да
электр арқылы от жағу, сол арқылы сұйылту. Внутрипластовое влажное горение дейтін болды. Сондай метод отработка жасады. Ал енді сол уақытта Қайроллаға жалпы сол енді мына кен орынға тоқталып отқан себебіміз, жалпы сол кен орындардағы әлеуметтік жағдай қалай болды? Әлеуметтік жағдай әуелі о баста мұнайшылар, біздің облыс. Со мұнай көп, ол жерде ұзақ мерзімде болады. Не болса да бір дұрыс елді мекендер салайық деп бірінші Қаражанбаста мына этажда жатақханалар пайда болғаны содан. Ал ондай нәрселер Қаламқаста болған жоқ. Ол жерлерде кілең жаңағы шетелдік вагондар. Адам тұратын жерде, офистерде сондай болды. Енді болашақта соны халық, оның үстінде жергілікті халықталғаннан кейін жаңа вақтылықтар емес. Болашақта сол жерде бір қала, елді мекен салуға талпыныс жасадық. Бұл қала болғанда сол Бозашыдағы Қаламқас пен Қаражанбас кен орнын игеретін, мына жұрттың бәрін айдамалдан тасып жүретін емес, сол жерде тұратын, әлеуметтік жағдайларын жасайтын. Енді Жаңаөзен секілді ғой. Жаңаөзен сияқты ел мекен жасағымыз келді. Ал мына оған дейінгі мына асфальт жолды бүкіл Қазақстан болып қысқа мерзімде салып бітірді. Енді аны жаңағы елді мекенімізді салдышақ, оған жаңағы елді мекендерден келген адамдар сол тұрса, мына жағында мал өсіретін адамдар, олар жақын, өндірістің адамдар, олар деп ойлағанбыз. Енді өкінішке орай жаңағы министрліктер оған қарсы болды. Бір күні жаңағы Денков дейтін министр келіп, соның осындай халықпен. Мұнай министрі ма? Мұнай министрі. Денков. Бүкіл одақтық. Жаңағы ол уақытта әлі Мәскеуден келді. Ол Мәскеуден келді, ал ол уақытта жаңағы халқымыздың көбі әлі ұшып келетін вақтылықтар теңіздің арғы бетінен. Соның бір сондай отырған біреуінен сұрады, біз күштерге. Кен орынға барып сұрады ғой. Кен орында қала салу қажеттігі бар ма деп, ұшып келіп жүрген. Ой, не керек? Онсыз да игеріп жатырмыз ғой деді. Министр көрдіңдер ме? Керек жоқ деп отыр, жұмысшы. Деп, біздің аузымызды сөйтіп жауып кетті. Ал енді жаңағы халықты жұмысқа алғанмен оларды Шевченко қаласында прописка алмайды. Прописка алмағаннан кейін ол адам қаладан тұрғын үй ала алмайды. Баласына балабақша ала алмайды. Балалары мектепке келе алмайды. Соған естеріңізде бар шығар, 89 жылы Жаңаөзенде ұлтаралық қақтығыс болды. Сол қақтығыста Қаражанбастың, Қаламқастың мұнайшылары да отырып қалды. Жасамаймыз, біз де өзендіктерді қолдаймыз деп. Мен енді алдыңғы жылы облысымыз, ауданымыз тарап кетіп, мен енді Қатардағы жаңағы Қаламқас мұнайгаздың партия комитетінің хатшысымын. Бастауыш партияның бұрынғы ауданның басшысы. Соның жаңа халық республикадан келген, Өріптен келген, Шевченкеден барған, оны Москвадан келген адамдар тыңдамады. Қаламқастар. Олар өздерінің хақын талап етіп жатыр. Енді бірақ олардың талабы сол жаңағы ұлтаралық әңгімеге келе берді. Сосын олар басшылар торығып офиске кетті. Сосын менен жерде бұрынғы ауданның басшысы, өзінің жұмыс қалған балдарым, ауылдың балдары. Сосын сол жерде кәсіпорын басшыларымен мынау ұят болды ғой. Сенің ана басқа ұлтта не шаруаң бар? Сенің алдында жаңа ғана сөйлеп отырған адамдардың ішінде бір жігіт, сол жетекші. Әлісті жігіт екен. Соны шақырып алды. Сенің басқа ұлтта нең бар? Сен неге қаладан прописка тұра алмайсың?
неге үй ала алмайсың? Неге балаңды балабақшаға бармайсың? Қарағым, соны шешіп ал, шеш. Соны, оның дұрыс екен о деді. Дұрыс болса, мына жиналысты қайта шақырайық. Сен манаған әңгімеңді қой. Манағы басшылардан кешірім сұра. Енді мына деп, ана қағазға осы жаңа талаптарды түсірдік. Міне осыны оқып, осыны сұра. Келсе кетті. Соны қарайған халықты жинадық. Мына жақта жаңағы офистің екінші этажынан бастықтар терезеден қарап тұр. Жинап, сосын жұртқа айттым. Ал енді мен бұрынғы басшыларыңмын ауданның. Қазір Қатардағы партком хатшысы болған мен. Сендер жұмысқа алған адаммын. Ал енді мына сендер қазір өте қисық. Ұлтаралық әңгімені айтып тұрсыңдар. Бұл жазаланатын нәрсе ар жағында заң жүзінде. Ал бірақ мына әлеуметтік мәселелерін шешіп жүрсіз. Осыны шешейік деп едік, қонып кетті бәрі. Жаңа хатты оқып, қолдап шақырған кісілерді. Жаңа басшыларды шақырып, ал бізге солай қалаға прописка алыңыз, үйдің кезегіне қойыңыз, балабақшаның кезегіне қойыңыз. Соның бәрін шешеміз деп басшылар қуанып кетті. Содан кейін барып бүкіл халық, мына қаланың халқының ұлттық несінің өзгеруі. Бұл енді 89 жылдар ғой. Бұл 89 жылға үйін айы. Бұл енді мына коммунистік партияның әлсіреген уақыты. Мына Горбачевтың демократия гласностьқа мән беріп жатқан кез ғой енді. Ал сонда соған дейін жергілікті халық облыс орталығына пропискаға тұра алған жоқ сонда, иә? Жоқ. Сол уақыттағы саяси жүйенің. Ол уақытта енді біріншіден облыста негізінде мына Шевченко қаласы тек қана мына қорғаныс министрлігіне қарайтын жабық қала болды облыста. Көріп жерма, тағы бірдеңе. Бұрын ескі пошта атаулар. жәшігі дейтін нелер болды. Сосын кейін Қонаевтың ана қорғаныстағы министр орта машина жасау министрлігі деп аталды. Славский менен таныстығының арқасында сосын ол кісі айтқан ғой, мына біз мұнай ашылып жатыр. Көп заманға жетеді. Тағы жапырақтап қала салып жүреміз бе, жаңа өзеніміз болсын. Мына қалаға біз ақша берейік. Осыған мұнайшыларға арнап жағдай жасайық, үй салайық, офистерін салайық деп сол келісіп, содан кейін барып бұл қалада мұнайшыларды кіргізіп, жаңағы қала ашылып, сондай болды. Түсінікті. Енді аға, облыстың шеңберінен шығып, мына жоғарғы кеңеске қарай ойыссақ, сіз енді сол 90-шы жылы 12-ші шақырылған жоғарғы кеңестің депутаты болдыңыз. Бір ана Жаңаөзен мен Ералиев ауданы бір округ болды ғой, сол жерден сайландыңыз. Өзіңіз кітабыңызда жазасыз, 7 кандидат болды деп. Бір күн қалғанда тіркелгеніңізді жазасыз кітабыңызда. Ал енді әңгімені сол бағытқа қарай, сіз енді қатардағы депутат қана емес, жоғарғы кеңестің төрағасының орынбасары болдыңыз, Серікболсын Әбділдин Әбділдәұлының. Енді осы бағытқа қарай әңгімемізді мен енді жаңа айттым ғой, бұрынғы Мұнайлы ауданы, онымен қоса бұрынғы Маңғышлақ облысы екеуін таратып жіберді. Мен жаңағы Қаламқаста партком хатшысым. Соның Қазақ ССР жоғарғы кеңесіне 12-ші шақырылымға сайлау болатын болды. Сосын енді бұрынғы, біз енді баяғыдан қатқан партия кәдірі бұрынғы тәртіп бойынша ана жақтан не келеді, нұсқау келеді. Мынандай саланың адамы болу керек. Оның әйел болу керек, ер адам болу керек, жас болу керек, марқа болу керек деген сияқты дайын көйлегі келеді, соған адам солай сайлау болатын. Содан сайлау жарияланған күні енді оң қараған жоқ. Бірінші өзеннің бірінші хатшысы ұсынылды. Ертесіне өзен мұнайдың бастығы ұсынылды.
Соны мен енді ауданымда отырмын. Әлі не бар, сөйтіп жүргенде жаңағы менің ауданымнан да 3 адам ұсынылды, 4 адам ұсынылды. Біреуі мына Маңғышлақ Ракушник карьерінің бас директоры, біреуі Жетібай нефтінің бастығы, біреуі аудандық больницадан келіп, осы Ақтауда тұратын бір ағамыз ұсынылды, дәрігер. Сосын бір Сенектен бір малшы ағамыз ұсынылды. 6 адам ұсынылды. Соны сөйде уақыт келіп қалды. Соны енді Жаңаөзен қаласы біздің Ерал ауданының территориясының ішінде ғой. Иә. Былай күнде өтеміз. Соны бір кешке қарай өзеннен Қуанғали Сарбөпеев дейтін кластасымыз, құрдасымыз звондады. Сен неғып отырсың? Кешке біздің үйге келші деді, сағат 7-ге. Иә. Таныштық па, келгесін көресің. Барсам, Қуанғали, Сағынғали, Әлімғали, Еммәдікеден құрдастарым, кластастарым отыр екен. Мына жұрт ұсынылып отыр. Сен неғып отырсың? Ол енді бұлармен тайталаса алатын сен. Сол себепті, давай, мына бір күн қалды, ұсыныл. Таңертеңнен қалмай деп сөйдеді. Сонымен жүр, қайта ауылыңа деп. Соны енді Ералы кетіп, жолда Жетібайда автобаздың директоры Ержігіт Бөкенбаев. Соған хабарластым, ал мыналар сөйлеп жатыр деп. Ол дұрыс болды. Біз таңертең жиналыс өткізіп ұсынамыз деп. Автобазының атынан ұсынылдыңыз ғой. Автобазының атынан ұсынып та жіберді. Сөйтіп 7-ші кандидат болып ұсынылдым. Бірінші сайлау негізінде енді мен одан біз өтеуіміз қиын шығар деп жүрмін. Себебі Жаңаөзенде сол 25-27 мыңның маңайында екен сайлаушысы бар. Біздің ауданда бар болғаны 14 мың. Енді аналардың адамы көп, сайлаушысы көп деп жүрмін ғой енді. Сол не керек? Бірақ сол жігіттер айтты, біз үш жерден ағып отырмыз. Мұнайшылардың көбі, институты бір оқыдық. Жастардың, басшылардың көбі танимыз. Біз неғып жүрміз бұл жерде? Бұл 90-шы жылы оға. Бұл деп 90-шы жылы. Ал енді сол сайлауда сіз депутат болып жаңағы мандат алдыңыз. Ал сол сайлау әділ өтті ме? Мен көрген, енді қазір шүкір жасымыз 80-ді ектік батырмыз ғой. Осын уақытта өткен сайлаулардың ішіндегі ең әділ сайлау сол болды. Себебі ол уақытта мына мемлекеттік үкіметтік емес ұйымдар. Оның ішінде өртші бар, оның ішінде дизайнер бар, оның ішінде жастар бар, оның ішінде түрлі қоғам ұйымдар. Бәрінен адамдарын ұсынды. Көбі өтті. 360 депутат және ол уақытта жоғары кеңесте. 360 депутат. Бұл енді барлығы бұл енді жаңағы тұрақты түрде емес, тек сессияға қатысатын еді ол уақытта, иә? Соған жаңағы айттым ғой, жаңағы ұсынылды. Иә. Ұсынылғаннан кейін округтық комиссия құрылады. Сол округ бойынша сол комиссия соларды барлық халықпен кездестіріп жібереді. Содан кейін ал енді өздерің жаңа үгіт насихат жұмыстарыңды заңға сәйкес жүргізіңдер дейді. Мемлекеттік деңгейде үкіметтен жаңағы үгіт насихат құралдарын береді. Соны өзіміздің комиссияларымен солай сөйтіп сайланып кететінбіз. Ешкім ол сен мынаны өткіз, анау өтсін, мынаны құрт дейтін жоқ. Сосын жаңа біздің қазіргідегідей сол жеті атамыздың бері қарай тексереді дейтін жоқ. Сол сөйтіп сайландық. Сосын енді сайланып барғаннан кейін мен енді мына білім
және ғылым мәселелерімен айналысатын комитеттің Комитетте мүшесі болып сайландым. Кілең академиктер, Иә. профессорлардың басым көпшілігі сонда болды. Ішінде сол қарапайым адам екшеуміз болдық. Қарапайым болғанда енді мен бір ауданның басшысымын, Иә. бір мұғалім болды. Сосын екі жұмысшылар өкілі, біреуі біздің Жаңаөзеннен еңбек ері, о да Еромин. Сосын осы Алматы облысынан бекен бір лауреат, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ауыл шаруашылық маманы болды. Осылар, ал қалғанның бәрі ғалымдар. Ал енді мына жоғарғы кеңестің төрағасы болып Серік Болсын Әбділдаұлы Әбділдин сайланды ғой. Бұл Бірінші төраға болып сайланған Асанбаев. Ерік Асанбаев. Ол кісіні енді вице-президент лауазымына Ерік жіберді. Асанбаев, сосын ол кісі вице-президент болды. Содан кейін үлкен дайындық. Сол орынға таласатын адамдардың дайындығы жүрді. Ішінде Әбділдин бар, сосын жаңағы Әбіш ағамыз да болды ғой деймін. жоқ, әбіш ағамыз емес, тағы бір үлкен беделді адам болды. Сайлау болатын күні алтта президент Назарбаев мен әбішті ұсынамын деді. Ана екі адам үшінші қылып, ана екі адам жоқ, алла жаздай дайындалып, депутаттармен жұмыстарын жасап, сөйтті, мұны таңертең сайлау болады деген күні әбішті ұсынды. Президент ұсынды. Президент ұсынды. Ал енді Сайлаудың қорытындысында енді ана үшеуі болғаннан кейін дайындығы бар адамдар. Иә, солай ғой. Енді мына Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің "Менің өмірім" деген кітабында жазады. Мен Серік Болсын Әбділдинді Мәскеуде қызметте жүрген жерінен осы жоғары кеңес төрағасының орынбасарлығына келісіп алып келдім осында. Сосын ол төраға болып кетті жаңағы деп келтіреді. Одан солай болса, солай Сонда Серік Болсын Әбділдин жалпы депутаттардың сеніміне ие болған тұлға ғой, иә? Ол жаңа Москвада ол уақытта өкілі елшілік емес. Өкілдікте. Өкілдікте болды, сонда қызмет жасады. Министрлерге жасады. Оның ар жағында ауыл шаруашылық министрінде, оның ар жағында жаңағы госплан дейді. Сонда істеген ол кісі жан жақта сауатты ғылым докторы, сосын қазақилығы да жететін, орысшасы сірә бар, сондай адам. Сосын жаңағы Асанбаевтың орнына бірінші турда жаңа әбіш шығып қалды да, ана қалған екеуінің ішінен Әбділдин басым дауыспен өтті. Оның енді себебі мына халықпенен тіл табысу, сосын жаңа білім жағынан, екі тіл жағынан халыққа, депутаттарға жақсы тіл тауып кетті ғой. Ал енді хош Серік Болсын Әбділдин төраға болып сайланды. Ал енді оның орынбасарлығына сіз қалай, ол кісінің сіз қалай сайландыңыз ол қызметке? Соның орынбасарлығына депутаттар әбішті ұсынайық деп бәрі сөйтіп жүрген. Соның біз енді ол уақытта мына қазір депутаттардың басым көпшілігі тек сессияға ғана келетін. Бір ай осында болады, 2 ай елінде болады. Мен де сол жаңағы келіп кететін адамның біреуімін. Себебі жаңағы алдында біз сайланғанда халықтың бізге берген басты аманаты облысты қайтару еді. Облысты қайтардық. Сол облыстық атқару комитеті төрағасының бірінші орынбасарымын. Мен де сол жаңағы бір айға жұмысқа келіп, сосын мына қазіргі парламенттерде жұмыс регламенті 10-да бастайды, 5:30-да тұрады жүреді болды. Сол регламент солай. Ал біз ол уақытта жаңағы сол таңертең 9-да бастағаннан
сол күнгі қарап отырған заңымызды аяқтағанша түннің бір оғана дейін отыра береміз. Біріншіден. Екіншіден, соңғы уақытта мына қазіргідей емес, Алматыда анау қазіргі КБТУ дейтін университеттің сондамыз. Алаңында халық толып тұрады. Аштық жарайлап жатқан кім, жаңағы түрлі өзінің мекемесіне, ауданына, облысына қарсы пікір айтып жатқан адам кім, олар толып тұрады. Ал бірақ біз жаңағы заңымызды қабылдаймыз. Сосын сенбі күнінде жасай береміз. Тек жексенбі күні ғана демаламыз. Ал сенбі күні осындай отырдық. Бір уақытта Әбділдин шығып кетті. Оны Федотова орынбасар сол жүргізіп жатыр. Бір уақытта мен келіп бір ішкі қызметкер шақырып алды, Әбділдин шақырып жатыр сен деп. Иә. Сіз залда отырсыз? Мен залда отырмын. Президиумда емессіз? Жоқ. Президиумда шарам жоқ. Көп депутаттың біреуі. Иә. Соны бардым. Мені ол кісі қара бала деп атап кетті. Қара бала, сен өткенде сайлауда қайсымызға дауыс бердің деді. Бірінші сұрағы. Иә. Бірінші турда ағама дауыс бердім дедім. Бірінші турда Әбекен бар ғой. Екінші турда сізге дауыс бердім. Ол оған риза болды. Сосын ал енді біз сені бірнеше аудан басқарыпсың. Білімің де жетеді, академия бітіріпсің. Облыстың қазір екінші басшысың. Тәжірибең жетеді екен, мен сенің осына, менің орнына орынбасарлыққа ұсынайын деп отыр. Деді. Сосын мен оған болмайды. Себебі ана депутаттар Әбіш ағамызды ұсынайын деп жатыр. Мен ол Әбіш ағаммен тайталаспаймын ғой деп едім. Шырақтарым, сауаттарың қайдан, заңды қарашеш. Заңда орынбасарды үйтіп депутат ұсынбайды. Төраға ұсынады. Дәуішті сенің Әбішіңді мен ұсынбаймын, мен сені ұсынайын деп отырмын. Жүр, ана менің қабылдау бөлмеме бар да, тек келінмен ғана сөйлес. Басқа ешкімге айтпа. Деді. Сонымен сөйлесіп базекеге алып, мен ойламаған жерден сондай ұсыныс болып жатыр. Соны не керек, содан сөйтіп, мен әңгіме болғаннан кейін тәуелсіздік туралы конституциялық заңды қабылдадық. Қазақстанның атын өзгерттік. Қазақстан Республикасы деп. Соны енді баяғы хабары жоқ. Біраз уақыт. Иә. Соны 25 декабрь күні, желтоқсан күні. Бұл 90-шы жыл ғой. 91-ші. 91-ші жыл. Шақыр, әпет, тағы да Әбділдин шақыр. Ол кезде сіздер тәуелсіздік декларациясын қабылдап, заңды қабылдап қойған кезіңіз. 90-да ол декларация, бұл заң емес. Декларацияны. Оны қабылдап қойдық қой. Соны Әбділдин келіп, сен айнып қалды деп жүрген жоқсың ба? Бірізден бері хабарсыз қалғаныма деді. Солайға жақын дедім. Иә. Сосын сен осы Назарбаевқа не жасадың? Тапты қарсы сол. Сіздің кандидатураңызға. Ол бірақ ұсынатын мен ғой, мен оған көнбей сені ұсынайын деп отырмын, бүгін дауыс қосқам. Не жасадың? Жасағанда өткенде Маңғышлақ облысын Маңғыстау қылып қайта құру үшін бас төбелес жасаған мен. Күн тәртібіне қайта партиялық топта да, одан кейін неге де ұсынып. Одан кейін енді барғанда ана басшылыққа басқа адамда ұсынған мен. Облыстың басшысына. Сөйтіп ол кісіге Әбіш ағаны ұсындыңыз ғой сол кезде. Сонымен сөйтіп жақпай қалған жайым сол әйтпесе менің. Соны не керек, дауыс қосылды жіберді. Мен ешкіммен де жаңағы депутаттар ойламаған жерден көпшілік дауыспен төрағаның орынбасары болып шыға келді. Ал енді жаңа сөзіміздің басында айтып өттік қой, шын мәнінде көптеген тарихи оқиғалардың тірі куәсісіз ғой аға, сіз соның ортасында, бел ортасында жүрген.
Сол кездегі енді аты парламент болмаса да жоғары кеңес қой енді ол кездегі атауы. Бұл сол кезде біздің еліміз парламенттік басқару жүйесінде болды ғой, иә? Біз енді бұл уақытта парламенттік басқару жүйесі жоғарғы кеңес, облыстық кеңес, аудандық қалалық кеңестер, ауылдық кеңес. Ауылдарда да өзінің депутаттары болды. Иә. Оншақты. Олар өзінің жаңа төрағасын сайлап алатын, азды көпті бюджетін қарайтын. Сол түгел. Солардың барлығы жаңа жоғарғы кеңеске бағын, және мен оның ішінде жаңағы төрағаның орынбасар есебінде маған бағын. Себебі олардың қаржылығы бар, басқасы бар. Солай болды. Сосын енді президенттің алдында бірінші 90-шы жылы 24-ші сәуір күні сессияда әуелі Назарбаевты төраға қылып сайладық. Жоғарғы кеңестің. Сосын сол жерде ал енді осы біз мына басқа республикалардың көбі шығып жатыр. Тәуелсіздіктерін жариялап алып жатыр. Президенттерін сайлап жатыр. Ал бізде президент сайласақ қайтеді. Деп соны сол жерде дауыс беріп президент Қазақ СССР-ның президенті дейтін. Қазақ СССР-ның партия комитетінің бірінші хатшысын Қазақстан Республикасының президенті қылып сайладық. Президенті қылып сайладық. Енді ондай тәжірибе кеңес дәуірінде бар. Мысалы жаңағы бірінші хатшылар республиканың Москвада бірінші хатшылар жоғарғы кеңес төрағасы болатын. Иә. Содан бүгісіні сол күні президент қылып сайладық. Бұл енді президент қылып сайлағаннан кейін жаңағы төраға, жоғарғы кеңес төрағасы босатты да орнына кімді? Ерік Асанбаев. Ерік Асанбаевты ұсынды. Сосын барып 91-ші жылдың 1-ші желтоқсанында, әуелі жаңағы 90-да 25-ші қазанда тәуелсіздік туралы декларация қабылдадық қой. Содан кейін декларация қабылдадық қой. Енді мына президентті халық болып сайлайық деп ұсыныс берді Назарбаев. Соны 90-ның сол 91-дің 1-ші желтоқсанында Назарбаевты президент, Асанбаевты президенттің орынбасары қылып сайладық. 10-шы желтоқсан күні Қазақ СССР-ның Қазақстан Республикасы деп өзгерттік. 16-шы күні тәуелсіздік заңыменен мемлекетімізді тәуелсіз мемлекет деп жарияладық. Алдында конституциялық комиссия құрылған, оны енді жоғарғы кеңес төрағасы басшылық ететін, енді президентіміз бар деп Назарбаевты сол комиссияның төрағасы қылдық. 93 жылдың 28-ші қаңтары күні бірінші конституциямызды қабылдадық. Оның алдында 92-ші жылдың 4-ші маусым күні мемлекеттік рәміздерді қабылдадық. Арасында енді бүкіл мемлекетіміздің тәуелсіздік мемлекетке қажетті барлық заңдарды қабылдап жатырмыз. Сосын енді мына әлгі ұлттық валютаны енгіздіңіздер. 93 жылдың қарашасының 15 күні ұлттық валютаны енгіздік. Сосын жаңағы депутаттар бір ай, 2 ай дедік қой. Соны енді депутаттардың тұрақты жұмыс жасайтын депутаттар керек болды. Себебі жаңа тәуелсіздік мемлекеттің қаншама заңы керек. Комитеттер жұмыс жасау керек. Ол заңның алдында әр жаңа комитеттер заңдарды қарау керек, өзінің ұсынысын. Соны бір әуелі 30-40-дан кейін 40-50, 50-60 депутат тұрақты негізде жұмыс жасады, қалғандарымыз жаңағы ұшып кететіндер болдық қой. Сонымен жаңағы төрағаның орынбасары болғаннан кейін мен де ашуды қойып, сол жерде мемлекеттік
башчылардын бирөө болуп. Сіз сол 90 жыл мен 93 жылы сол жоғарғы кеңес тарағанға дейін 265 заң қабылдапсыздар. Ал енді ол дейтін үлкен жұмыс қой енді. Оның ішінде жаңағы айтып отқан тарихи кәдімгі еліміздің болашағын айқындайтын тарихи құжаттар қабылдадыңыздар, заң қабылдадыңыздар. Ал енді сол жоғарғы кеңес несімен жақпай қалды сол кездегі билікке? Енді оның Ал сіз өзіңіздің мемуарыңызда жазасыз, жаңағы конституциялық соттың неге конституциялық кеңес болып кеткен тек бір абзацпен ғана беріп кетесіз. Бақылау палатасының да жаңа Алдамжаров басқарған, оның да неге таратылған тек бір абзацпен беріп ол кетесіз. уақытта жаңағы жоғары кеңес мүлде бөлек, жаңа айтып отырмын ғой, енді жұрттың бәрі жергілікті жерден келді. Халық ол уақытта аманат дейтін бар депутаттарға берілетін. Қазір аманат дейтін жоқ. Әр депутаттың елден сайлаушылардан арқалап келген аманаттары бар. Мынаны шешу керек, мынаны шешу керек. Оны шешу бағытында әрине депутаттар бар күшін салады, жағаласады біріншіден. Екіншіден, жаңағы 360 депутаттың ішінде ғалым десең ғалымдар, өндірістің қай саланың да басшылары, небір білгір, экономиканы да бәрінде білетін адамдары бар. Ал сосын енді жаңағы заң, тарихи заң дегеннен шығады, ол жерде тарихи емес заң жоқ. Себебі мысалы бізде кеңес дәуірінде жекеменшік дейтін түсінік болған жоқ. Енді жекеменшік дейтін бар. Жекеменшік болғаннан кейін шаруашылық жасаудың жаңа қадамдары бар. Түрлі. Енді жеке адам өзінің жекеменшігіне адам жұмысқа алынатын, басқа да осындай көптеген нәрселер болды. Енді сол төңіректе осы мәселелерге байланысты енді пікірталастар көп болады ғой. Сол енді жаңағы пікірталастарда мемлекет, үкімет, сосын жаңағы мемлекет басшыларымыз жақтырмады. Біздің айтқанымыз тыңдай қоймады мыналар деп. Ал енді жаңағы конституциялық сот, ол конституциялық кеңес болып кетті деп, енді ол біздің уақытымыз емес. Кеңесті жасап жүрген мына бізден кейінгілер, кешегі 95 жылғы қолданыстағы конституцияның сәйкес. Ал жаңағы конституциялық сот, ол президенттің де нелерін қайтара алатын. Шешімдерін. Жоғары кеңестің қабылдаған заңдарында тексере алатын. Яғни оның өкілеттігі өте жоғары болды. Жаңағы палата. Енді жаңағы жекеменшік дегеннен кейін пысықтар қай жерлерде көп қой. Пысықтар енді талапайға сала бастады мемлекеттік мүлкін. Мына сапқоздар, нелердің талайы. Сосын депутаттар оған қарсы болды. Мынау бұл не қылған талапай? Неге олай болады? Деп соны жаңағы бұған қарсы болды. Міне осындай пікірлерге жоқ, мына шетел дейтіндерде олай көрінеді. Шетелде бұлай көрінеді. Деп сол шетелдің әңгімелерін айтады. Ал енді оның ертең артында бізде не болады? Оған мән берілмей, содан барып жаңағы біріншіден депутаттардың өзі нашар, ақылы жоқ болып шықты. Екіншіден жаңағы конституциялық сотыңда келісіп тұрған болмады. Жаңағы палатада жақтырмады. Себебі бәрі жаңағы пікірлерге қарсы ғой. Ал енді Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің "Менің өмірім" деген кітабында атқарушы биліктің жылдам шешім қабылдауына үнемі сол уақытта жоғарғы кеңес кедергі болып отырды дейді. Біз уақыттан ұтылып отырдық дейді. Себеп ретінде соны алға тартады. Ұтылып ойсырақ болған ештеңеміз жоқ. Олар жағының бәрін ана шетелде солай, шетелде бұлай деп жаңағы ауыл шаруашылығын құрттық, өндірістердің көбін құрттық.
көптеген нәрселерді құрттық. Ал енді соны үкіметтің енді шешімімен нетеді ғой. Оған енді оны бұрын өндірісте басқарып жатырған, аудан қала басқарған, басқа да азаматтар оған енді қарсы болады ғой. Әрине сол. Түсінікті. Жалпы енді сіз Қайроллаға ол жоғарғы кеңестен кейін де Қазақстан Республикасының парламентінің депутаты болып сайландыңыз. Ол жерде неше шақырылымның депутаты болдыңыз парламент? Енді мен жаңағы 93 жылы ана Нұрқадел өзінің естелігінде айтады ғой, мен соны ана президенттің айтқанын тыңдап таратуға қызмет жасап едім, соның қате болды. Ең бірінші Алатау аудандық кеңесі өзін енді таратқан. ол Алматы қаласының Алатау ауданы, соған енді бағынады ол уақытта. Сол бастап, сосын барлық аудандар, облыстар бәрі де соны Өзін таратып жіберді. таратуға қызмет жасады, депутаттардың қолын жинады барлығы. Сонда Маңғыстауда жоғарғы олықта 7 депутатпыз. Сол 7 депутаттан қол қоймаған жаңғыз мен. Қалғандары ол жоғарғы кеңестің. Аудандардың бәрі қол қойғанда қол қоймаған Шевченко қалалық кеңестің төрағасы, Ералы аудандық кеңестің төрағасы, Шыңқуат Байжан. Жетібай поселкелік кеңестің төрағасы. Үшеуі менен басқа сол үшеуі қол қойған жоқ. Қалғандары бәрі ойбай Өзін таратып жіберді. деп өз-өздерін таратты. Ал сосын енді одан кейінгі жоғарғы кеңес 1 жыл болды. Мен оның алысқа бармайтын көріп отырмын енді, ішінде болдым ғой. Ол Әбіш Кекілбаев төрағалық еткен жоғарғы кеңес. Оның алысқа бармайтын, мен оған талпынғаным жоқ, барғаным жоқ. Ол уақытта мен шүкір ғұмырында болмаған тағы бір тарихи орынға тап болдым. Мына біздің қаламыз Шевченкоде жаңағы Каспий аймақтық металлургия комбинаты, сол Каскор дейтін акционерлік қоғам болып, Қазақстанда алғашқы акционерлік қоғам болған. Сосын бұл салада ғұмырында қазақ болып көрмеген, мен соған президент болып келдім. Және президент болып келуге сол осы жердегі Каскордың бұрынғы басшылары, еңбек ері Кузнецов, президенті Исаков екеуі маған анда келіп, ал мына жоғарғы кеңестің тарап атқанын көріп отырмыз. Ал сен біздің бұрын екінші хатшы уақытында біздің өндірісті басқардың, халықты танисың. Технология, сен де горный инженерсің, біз де горный инженеріміз, тау-кен инженеріміз. Хабарың бар, сен бізге президент болып кел. Себебі біз енді міне жерде біз бастық болып келістіре алмаймыз. Себебі біз Алматыға жол таба алмаймыз, ешкімді танымаймыз. Бұнда бізбен жұмыс істейтін ешқандай құрылым жоқ. Сен айтыр деп, сөйтіп олар мені шақырып алып келіп, осында президент болдым. Содан барып жаңағы жоғарғы 13-ші сайланған жоғарғы кеңеске мен депутат болғаным жоқ, түскенім де жоқ. Содан кейін 95-ші жылғы мына қолданыстағы конституцияға сәйкес 2 палаталы парламент құрылды. Соған Маңғыстаудан, ол уақытта Маңғыстаудың халқы бар болған 350 мың халқы болды. Облыс халқы. Облыста. Сайлаушылар 150 мың. 150 мың тек бір округтың ғана сайлау. Сол Маңғыстаудан бір мәжіліске тек бір адам ғана сайланады. Сон Әбіш ағамыз түсетін болғаннан кейін, мен енді Әбішпен таласпаймын деп таласқаным жоқ. Әбішті сайлап жібердік. Олда да 7 адамнан. Мен Әбіштің штабын басқарып, Әбішті екінші турға қалдырмауымыз керек. Бірінші турда шығаруымыз керек деп халықпен жұмыс жасап, бірінші турда 59% дауыс алып сайладық. Бірақ ол сайланғаннан кейін, где-то 7-8 айдан кейін ба, ол кісі мемлекеттік
кеңесші мемлекеттік хатшы. дейтін мына қазіргідей емес, сондай қылып тағайындап кетті, округ босап қалды. Сосын сол округтан мен мәжілістің бірінші шақырылымға депутат болып сайланып келдім. Одан кейін екінші шақырылымына да мәжілістің депутат болып сайланып келдім. То есть бірінші, екінші шақырылымына депутаты болып мемлекеттік қорғаныс істер, қауіпсіздік, халықаралық қорғаныс, мемлекеттік қауіпсіздік саласы комитетінің мүшесі болып қызмет жасадым. Сіз жоғарғы кеңес, енді сол жоғарғы кеңес жалпы 13-ші шақырылымнан кейін аяқталды ғой, жоғарғы кеңес деген атаудың өзі аяқталды. Жаңа конституция қабылданды. Екі палаталы парламент болды. Енді сол сіз парламент қабырғасында депутат болып отырған кезіңіздің өзінде өткір мәселелерді жиі көтеретінсіз. Біз ол уақытта баламыз, бала болсақ та есімізде. Қандай ауқымды мәселелер сіздің көтерген мәселелеріңіз? Негізінен бір негізгілеріне тоқталып өтсеңіз. Ең басты мәселе облысты қайтару. Алдында 88 жылы облыс тарап Өрепке қайта қосылды ғой. Ал жаңағы Торғай, Жезқазған деген сияқты. Сол жаңа облысты тиімсіз шағын облыс деп қайтарды ғой. Ол шағын облыстың өзі дейтін мына Өрепке қосылған уақытында бізде автоматты түрде обкомның мүшелерін, облыстық депутаттарын Өрепке қосып жіберіп, соның бірінші ұйымдастыру жаңағы сессиясында жиналысында қарап отырсақ, тиімсіз деп тараған менің ауданым бұрынғы мұнайдым таратып жіберген. Соның жылдық табысы бүкіл Өреп облысының табысында екен. Ал енді оның үстіне енді басқа нелеріміз де бар ғой. Яғни Маңғыстау облысының мемлекетке үлкен қаржы беріп отырған. Соның халық маған да басқаларға да айтты, облысты қайтарыңдар. Жоқ, аға түсінікті, ол жоғары кеңестегі атқарған жұмыстарыңыз ғой. Менің сұрап отырғаным мына мәжілісте ме? Мәжілісте, парламентте отырғанда көтерген мәселе. Мәжілісте бірінші күнінде біздің мына маягімізді де біреулерге беріп жібересіз деді. Мысалы, ол мына маяк мемлекетке қарап тұрғанда шықпа жаным, шықпа деп зорға жүр. Ол біреу алып кетсе, ана былтырғы екі баспасөздарды білесіңдер ғой. Ал бұл одан да жаман болуы мүмкін. Себебі не біздің Маңғыстау облысы кеңес дәуірінде бүкіл одақтық энергия жүйесі дейтін болды. Энергия жүйесі. Соған қосылмаған. Тек маякпен күнінде отырған. Мысалы, соны алып қалуымызға тура келді. Ал сосын мұнай газ саласында мен жаңағы мәжілістің бірінші шақырылымында мұнайшы мамандығы бар жаңғыз депутат болдым. Мұнайға қатынасты барлық заңдардың жаңағы біздің комитеттің атынан жұмысшы тобының басшысы болдым. Сосын жаңа халықаралық комитет дедік қой енді, халықаралық істер. Мұна біздің Оралдан бері қарай Орал, Атырау, Бейнеу, Маңғыстау жолдарға ақша, халықаралық деңгейде ақша бөлдіріп, солардың игерілуі. Сосын енді мұна теңіз күнінде 78 жылға дейін кетті де, содан көтерілген уақытында біздің баяғы ескі портымыз судың астында қалды ғой. Соны жағаласып жүріп, жаңағы министрлікке неге барып, қайдан түгел реконструкциясына ақша бөлдіріп, Ақтау теңіз портын мысалы порт жасадық. Енді мұна мұнай газ кешенінің ішінде мұна теңізде бұрғылау, теңізде мұнай өндіруге байланысты.
сол жаңағы бұлда халықаралық деңгейде сол депутаты бар, журналистері бар, басқа нелерді шетелдерге апарып көрсетіп, ана басқа қалай жұмыс жасап жатыр теңізде. Шалшықта, балшықта соларды көрсетіп, басқасында жүруге тура келді. Сондай айта берсек көп. Сосын енді сіз қайтадан мұнай саласына оралып, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясында жоғары қызмет атқардыңыз, менің білуімше. Зейнеткерлікке шығуға жақындап қалғам 2004 жылы. Сосын тағы да жаңағы мемлекет басшысы бір 2 айға жеткізбей ерте сайлау өткізетін болды. Сосын мен ана зейнеткерлігім ар жағында тіреліп тұр. Жұрттың бәрі ойбай депутат дейтіннің айлығы көп, астарында жеке машина, тағысын тағы дейді ғой, оның бәрі бос сөз. Жеке машина дейтін жоқ, жаңағы гараждан шақырасын күніне 2 сағаттан артық емес. Сосын жаңағы айлығымыз, бюджеттік саланың айлығының бөлім, мысалы министрліктердің бөлім бастықтарынан аз аламыз. Зейнеткерлікке жақындадым, көк түйін ақшам жоқ екен. Сол жылы қазекімді Германияға операцияға апарып, қайтатын ақшам жоқ. Соны айтыр сау болсын, бір жігіттер көмектесіп ауылға келдім сол жылы. Сосын мына болмайды екен деп, жаңағы сайлауың енді осы біраз мемлекеттің деңгейдің маған өкпесі жоқ шығар деп, соны барып жаңағы Қазмұнайгазға қарайтын барлау өндіру акционерлік қоғамы, мына ЕМБ, Өзен, Маңғыстау, РД деп атаушы едік қой. барлау өндіру разведка добыча. Сосын соған аппарат жетекшісі, басқарушы директоры болып жұмысқа келіп, соған жаңағы маған приказға қол қояйын деп отырып, как раз ол уақытта Жақып Марабаев еді, ол командировкада болды да, орында қалған орынбасары приказға қол қояйын деп отырып айтты. Қайреке, ұятта болса сұрайын деп едім. Біз сізге айлық аз беріп отқан жоқ бөкенбіз. Сіз аны жақта қанша алатын едіңіз деп. 86 мың. Дедім, шошып кетті. 86 мың сіздің мына жердегі қазір секретарыңыз бар, соның айлығы. Деп. Сөйтіп, соған келіп, айлық өндіріс, солардың арқасында қолым аузыма жетіп, зейнеткерлікке сөйтіп шықтым. Зейнеткерлікке дейін сол Қазмұнайгаз жаңағы барлау өндіру басқармасы. 7 жыл қызмет жасап, осы мына Атырау облысының мына Жылойы бар, Исатайы бар, біздің Жаңаөзеніміз бар, осылардың одымен кіріп күлмен шықтық. Өндірісін бәрін. Өзіңіздің жүріп өткен жолыңызға өкінбейсіз бе? Ешқандай өкінбеймін. Сол себепті жаңағы жұрт ананы бүйтпедім, мынаны сөйтпедім дейді. Мен бар жасаған, жіберілген, жұмсалынған жерлердің бәріне бардым, жасадым. Алаңдағаным жоқ. Көшіп жүргенімде жаңағы қазекім айтады, өмір бойы осыны қуумен жүрім деп. Барып бір жерге орнаса бергенде тағы кетіп қалады бір жаққа, тағы кетіп қалады. Менің ол қандай салада бәрін менің жасаған салаларым ол мемлекеттік деңгейде, халықтық деңгейде, халыққа керек сала болды. Кейде жаңағы маған, мына бір баламыздың тұсауын кесіп берші, аузына түкіріп берші дейтіндер болады. Әрине. Соны мен жаңағы балаға айтамын, қарағым, жаман болсаң мендей бол деймін. Бір ауыз сөз. Дұрыс айтасыз. Себебі шын мәнінде енді Қайроллаға ол сіздің жүріп өткен жолыңыз деген үлкен кәдімгі үлкен даңғыл жол ғой. Кеше бір сіз көп жаңағы ремарка айтады ғой, жаңағы
сіз енді шын мәнінде мынау кеңес одағы, одан тәуелсіз Қазақстан, ол сол кездегі қиындықтар, тарихи шешімдер, еліміздің тәй басып аяққа тұрып кеткен кезеңдер бәрін көріп жатқан және бәрінің бел ортасында үлкен қызметтерде болып, соның еліміздің тағдырының шешуіне атсалысқан азаматсыз. Енді мына күні бүгінгі мысалы жаңағы біз 12-ші шақырылым ғой, Қазақстан тәуелсіздігін қабылдап, соның аяғынан тұрып кетуге қажетті барлық заңдарды қабылдаған. Енді соның қазір көп адам бақилық болып кетті, көп адам жоқ. Біздің де мақсатымыз аға сол кездегі сіздер жасаған жұмыстарды, қабылданған шешімдерді бүгінгі ұрпақ өз аузыңыздан естісе екен деген ниет қой біздікі. Жаңа кітап туралы айтып отырсың ғой. Иә. Мен жазушы емеспін, соны бірақ жұрт осы жаңа сендер сияқты көргенің көп, жасаған жерің көп, бармаған жерің жоқ, сен бір қағазға түсіршеш дейтін. Иә. Соны енді оны ұстап қарасам, миыма ештеңе кірмейді. Соны кеше 19-шы жылы мына ковид болды ғой. Соны бір айға барып келем деген адам Алматыда жаңағы қыз күйеудің үйінде 6 ай болды. Шығармады бізді. Соны жаңағы сол 6 айда ана кітапты жазып шығардым. Бірінші бетінен жұрт жазушы жалдайды ғой. Жоқ, мен бірінші бетінен соңғы бетіне дейін өзім жазып шығарып, сосын және ол кітапты айттым. Мұны мен сатып табыстатын емес. Мен ғұмыр бойы халықтың сайлаумен, барлық лауазымға сайлаумен жүрдім. Мынау мен халықтың алдында есебім. Деп сол кітаптарды тегін оқитын, кітаптың қадірін білетін, оқиды дейтін адамдарға таратып бердім. Кітап құрылымы жағынан, мазмұн жағынан өте тамаша, маған ұнады аға. Оқып шықтым, бір емес 2 рет оқып шықтым. Енді аға басқа мына жастарға айтарыңыз болса, өзіңіздің тілегіңіз, қазір қоғамды да көріп келе жатсыз, енді Құдай қуат берсін, 80-ге келесіз жуырда бұйырса. Біз енді мына қазір ой жастар олай, жастар бұлай деп жастарды сынаушы көп. Кейде бәрімізде сөйлеп кетеміз. Бірақ біздің ана өмір сүрген замандарымыз, тарихи кезеңдеріміз өзгеріп жатыр ғой. Күрт жылдам өзгеріп келе жатыр. Жылдам өзгеріп жатыр. Сен жаңағы жастарға ана неге біздің жасағанымыздай жазбайсың, біздің айтқанымыздай айтпайсың, біздің жүріп тұрғанымыздай солай етпейсің деп айтуымыз дұрыс емес. Себебі мүлде бөлек қазір заман. Соған заманға лайық жаңағы заң законың бар, басқаң бар, халықаралық деңгейің бар, мүлде бөлек. Сол себепті мен енді жастарға айтарым, қазіргі жастардың біздерде емес, мүмкіндігі көп. Оқуға, тоқуға, білім алуға, ол жаңағы халықаралық деңгейде тәжірибе алуға, соның барлығын біріншіден өздері, екіншіден жаңа мемлекеттік деңгейде халыққа қызмет жасауға байланса деймін мен. Көп жағдайда енді жасыратыны жоқ. Өзім тез ақша тапсам, өзім байысам дейтін не бар қазір халықта. Соны енді ол біздің уақытымыздағы тәрбие жаңағы мектептің октябряты, пионері, комсомолы, партиясы соның бәрінен тәрбиелеп өсірді ғой бізді. Яғни халыққа қызмет жасау. Енді қазір жаңағы қазір қоғамдағы мүмкіндіктеріңді пайдалана отырып, айналайын жастар, өздеріңді де ұмытпаңдар, бірақ халыққа қызмет жасаңдар, мемлекетке қызмет жасаң дегім келеді. Тамаша. Рахмет аға, айтқаныңыз келсін. Енді сізге де ұлы жаратушыдан мықты денсаулық тілейміз. Енді апамыздың да көзін көрдік, ол кісі де марқұм болып кетті, алдынан жарылқасын. Көрер жақсы күндеріңіз көп болсын аға.
Елдің ішінде қадірлі ақсақал болып жүре бергейсіз. Амандықта Рахмет болшайық. айтқаның келсін. Сұхбатқа келісіп келгеніңізге, сонау Бірге болсын. Астанадан келгеніңізге үлкен рахмет айтамыз аға. Жақсылықта қауышайық. Рахмет айтқаның келсін.